Бүгінгі видеода достар комментария жауап беретін боламын. Жамбас шұңқырын қалай емдейміз? Жамбас шұңқыры ауырса не істейміз? Сол туралы білетін боласыздар. Алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар. Ал оған дейін достар, сіздер каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қандай ауру болса да бірінші себебін анықтап дәрігерге тексеріліп алған жөн. Жамбас шұңқырының емі немесе жалпы буындардың аурулардың емі. Бірінші жаттығу жасаңыз, үй жағдайында немесе фитнесқа барып жасаңыз, күн сайын қалдырмай жасау керек. Екінші, массаж жасатыңыз. Массаж іске немесе өзіңіз үйден туыстарыңызға жасатыңыз. Келесі, үй жағдайында жасалатын кремді айтатын боламын. Ол үшін бізге бір қасық бал керек, содан кейін бір қасық горчица аласыз, содан кейін рафинатталмаған шемекі май аласыз, бір қасық шемекі май. Осы үшеуін араластырып, жақсылап араластырып аласыз. Крем дайын болды. Бұл кремді аяғыңызға немесе ауырып тұрған жеріңіз, буындарыңызға, жамбас шұңқырға жағып, қай жеріңіз ауырып сол жерге жағып, сыртынан целлофанмен жауып тастайсыз. Оның сыртынан жылы бір жүннен жасалған матамен жауып тастаңыз, орап тастайсыз. Түнде жасап қойып, таңертең жуып тастайсыз. Бір жасағаннан нәтиже шықпауы мүмкін, өйткені бір жасағаннан көп нәрседе нәтиже шықпайды. Сондықтан да қайталап жасаңыз, сонда сізге ем болады. Бұл кремді холодильникке сақтайсыз. Пайдаланар алдында жылы температураға, бөлме температурасына шығарып қойып жағасыз. Келесі әдіс алтай шөптері. Осы алтай шөптері арқылы буындарды 2 айда емдеп аласыз. Бұның курсы 2 ай. Бұл артроз, радикулит, артрит, полиартрит тағы басқа буын ауруларын емдеп аласыз. Бұл шөптер туралы толығырақ тегін кеңес алғыңыз келсе, описанияға номер жазып кетемін. Видео пайдалы болса, достар, сіздерден лайк, комментарий және тіркелуді күтемін. Рахмет алдын ала. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, алтындарым. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.